Мен Дінмұхаммед Қонаев атындағы жалпы білім беретін орта мектеп гимназиясының 7-ші Ә сынып оқушысы Жәнібекова Айым. Менің бүгінгі қорғайтын номинациям қазақтың жеті кереметі, ал тақырыбы тарих пен табиғат соқтығысқан қазақтың жеті кереметі. Ең бірінші тоқталып өтетініміз бұл ұлы даланың жеті кереметі. Қазақ халқы қашаннан бері жеті санын киелі сан деп есептеген. Осылайша жеті санын қадірлеу көне заманнан басталып, әлі күнге дейін қасиетті сан болып есептеліп келеді. Осы қазақтың жеті кереметіне тоқталып өтсек, біріншісі ол бізде таңбалы тас суреттері. Қола дәуірінің тасқа салынған суреттері көрген адамды таңғалдырады. Ертедегі адамдар күннен күнге дейін жылтыр тау жартастарына жануарларды, адамдарды, арбаларды, соғыс көріністерін қашап салды. Ал алтын адам болса 1960 жылдардың аяқ кезінде археолог ғалымдар Есік қаласына жақын жердегі обадан алтын киімді адамды тапқан болатын. Ол мұнан 2500 жылдай бұрын жерленген жас жігіт екен. Марқұмға кигізілген бас киімнің, етігінің, қонышының сыртында алтыннан жасалған түрлі ұсақ аттың, барыстың, таутекенің, құстардың бейнесі жабыстырылған. Келесі бұл бізде бәрімізге мәлім қазақтың киіз үйі. Киіз үй көптеген ғасырлар бойы Еуразияның ұшы-қиырысы жазирасын басқарған ежелгі халықтың көшпенді тұрмысы мен өмір салтына мейлінше қолайлы болған баспана түрі. Келесісі қазақтың ұлттық аспабы домбыра. Ендігі сөз қазақ халқының жан сезімі, жан серігі домбыра туралы. Домбыра халық даналығы, ол халқымыздың өмір тәжірибесі мен табиғат адам әлем туралы білімдерін, ескі діни наным сенімдері мен философиялық көзқарасын бейнелеп, оларды атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа жалғастыра отырды. Келесісі Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі ол Түркістанда орналасқан, ол Орта Азия мен Қазақстан халықтарының материалдық және рухани өмірінде маңызын орын алған шығыстың көне қалаларының бірі десек болады. Қожа Ахмет ол өз өмірінде ақ өлеңмен жазылған көп хикметтерді дүниеге келтірілген пән-сапашыл ақын. Ол Арыстан бабтың оқушысы болған, шәкірті болған, яғни. Ал келесі бұл бізде Маңғыстау жерасты мешіті, ол Бекет ата жерасты мешіті, оңтүстік үстірттің Маңғыстау ойысына тірелген тұмсығының үзіліп қалған, оғыланды шоқысына қашалған тарихи сәулет ескерткіші. 3-4 қанат киіз үйдің көлемінде 3 бөлме десек те болады. Ал келесі ол Бәйтерек монументі, ол Астана қаласында орналасқан. Бәйтерек монументі Есіл өзенінің жағасында орналасқан деп те айтады. Металдан, әйнек пен бетоннан жасалған бұл терек сәулеттің мағынасы жағынан да жасалу жағынан да бірегей. Биіктігі 105 метрлік металл құрамысынан салмағы 1000 тоннадан жоғары 500-ге жуық қаладан тұрады.